19 ғасырдың аяғында Алматы Верный деп аталған кезде қаладағы кітапхана мәдениетін дамытудың бастапқы орындары болған алғашқы кітапханалар пайда болды. Алматыда ең алғашқы кітапхана болып, 1858 жылы ашылған Қазақ-Орыс 2 сынып кітапханасы есептеледі. Алматы қаласының кітапханалары қазіргі заманауи үдерістерден хабардар болу және өз келушілерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақпараттық технологияларды белсенді енгізуде. Олар пайдаланушыларға кітаптарды онлайн іздеуге және тапсырыс беруге мүмкіндік беретін электрондық каталогтар жасауда және олардың веб-сайттары немесе арнайы қолданбалар арқылы кітаптар мен журналдардың электрондық нұсқаларын оқуға мүмкіндік береді. Алматы қаласының заманауи кітапханалары келушілерді тартуға және мәдени қауымдастықты дамытуға бағытталған түрлі іс-шараларды белсенді ұйымдастыруда. Олар ақпаратты сақтау және қол жеткізу орны ғана емес, сонымен қатар мәдени алмасу және өзара әрекеттесу орталықтары болуға ұмтылады. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени ағарту және ғылыми көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. Сіздерге таныстырмақшы кітапханамыз Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасы. Кеттік ендеше ішін бірге аралап қарап көрейік. Алматы қаласында мемлекеттік жекеменшік көптеген кітапханалар бар. Соның ішіндегі оқырмандарға ыңғайлы жерде орналасқан Жамбыл атындағы кітапхана. Кітапхананың іші жинаққа ретті орналасқан. Кіреберісте оқырмандарға түсінік берілген. Кітапхананың басты ерекшелігі ретінде электронды құрал жабдықтармен қамтамасыз етілетіндігін айта аламыз. Оқырман кітапты арнайы құрылғыдан оқырман картасы арқылы алады. Кітапты алу барысын көрсететін болсақ, Кітапхананың ерекшелігінің бірі қызмет көрсету бөлімі. Бұл жерден оқырман туындаған мәселелермен бөлісіп, оқырманның туындаған мәселелерді шеше алады. Сонымен қатар іздеп табылмаған кітаптарын арнайы электронды құралдан таба алады. Оқырман картасы арқылы кітапты іздеп, оқырман залынан оңай таба алу мүмкіндігі қарастырылған. Кітапхана тәулік бойы жұмыс істеумен ерекше. Тәулік бойы іздеген кітаптарыңызды тез тауып, аңғайлы ортада білім ғылым жолындағы жұмысыңызды тез орындай аласыз. Қарап отырғандарыңыздай, бұл кітапхананың оқырманы көп. Әр оқырман өз жұмысын кедергі келтірместен істеуде.